Мұнай өнеркәсіп саласында шетелдік өндірушілермен тең дәрежеде бәсекеге түсіп жүрген атыраулық машина жасаушылар өндіріс көлемін арттырып, жаңа қондырғы түрлерін шығара бастады. Мемлекеттік бағдарлама аясында Қазақстан Даму банкінен жеңілдікпен алған несиеге зауыт озық үлгідегі қондырғылар алды. Енді машина жасаушылар еліміздің атом және энергетика саласы тапсырыстарын орындауды қолға алмақ. Қазір зауытта 4 жаңа цехтың құрылысы жүріп жатыр. Ол цехтарда заманауи озық технологиямен мүлде жаңа тауарлар өндірілетін болады. Мысалы, қалыңдығы 4 мм-ге жететін болат материалды жону тек осы цехта ғана жүзеге асады екен. Бұл өнімдер 50 жылға дейін сыртқа әсерге төтеп береді. Қазақстанның даму банкасы арқылы несие алған кәсіпорын келешекте өндірісті кеңейтіп, шетелдік мұнай өндіруші компаниялардың тапсырыстарын Атырауда жүзеге асыруды жоспарлап отыр. Стоимость финансирования. Жобаның бағасы 15,3 миллиард теңге. Оның 3/2-сін біз қаржыландырамыз. Қазір ұзақ мерзімді несие жүйесі ашылды. Қайтару мерзімі 14 жыл. Бұл жоба Қазақстанды индустрияландырудың 5 жылдық бағдарламасы негізінде жүзеге асады. Мемлекет қолдауына сүйенген кәсіпорын бүгіннің өзінде Еуропа мен ақш-тағы әріптестермен батыл бәсекеге түсіп келеді. Атырау машина жасау зауыты шығарған өнімдер Қарашығанақ, Теңіз және Қашаған кен орындарындағы ірі мұнай компанияларында кеңінен қолданылуда. Отандық технология салмағы 500 тоннадан асатын бағандар мен сепараторларды орнатуға мүмкіндік береді. Колоннаның диаметрі 12 метрге дейін болуы мүмкін. Металдың қалыңдығы 200 мм, аздап қыздырсақ 300 мм-ге дейін қалыңдығына күшіміз келеді. Ұзындығы 130-140 метр, салмағы 1000 тонна. Зауыт биыл 4 миллиард теңгенің тапсырысын қабылдаған. Соған сәйкес зауыт толықтай қайта жарақтандыру үстінде. Жоба бойынша құрылыста жүргізіліп жатқан ыстық қалбырлау цехы атыраулық машина жасаушыларға тау-кен энергетика және атом салаларында қажетті қондырғыларды жасақтауға мүмкіндік береді. Жаңа өндірістерде 275 жұмыс орны ашылады деп күтілуде. Арыстанбек Кенже, Темірлан Станғазиев, Амантай Матенов, қорытынды жаңалықтар Атыраудан.